Алматы облысында агросектор қарқын алып, өңір диқандары мен малшылары өнім көлемін арттыруға көшті. Бұл бағытта бірнеше ірі инвестициялық жоба іске асырылуда. Жобалардың барысымен өңірге жұмыс сапарымен келген еліміздің ауыл шаруашылығы вице-министрі танысты. Тақырыпты Дастан Маратұлы тарқатады. Астаналық қонақтар алдымен Генофонд серіктестігінің тыныс тіршілігімен танысты. Өндірістің толық циклін жолға қойған шаруашылық қазір егіс саласында тер төгіп жүр. Сонымен қатар мұнда 800 басқа арналған заманауи тауарлы сүт фермасы да бой көтеруде. Вице-министр құрылыс барысын өз көзімен көрді. Бұл енді жаңадан құрылып жатқан жоба. Осыған дейін де 1200 бастық сүт тауарлы фермасы бар. Оны қосымша жаңадан құрастырып жатқан жоба бұл. Сүт ретінде біз өзімізді қамтамасыз етеміз, бірақ оның сүтті өңделген өнімдері, оның ішінде мысалы ішіндегі творог дейміз, оның ішінде сыр дейміз, ол бойынша әрине бізде қамтамасыз ету деңгейі төмен. Сол себептен осындай жобаларды іске асырамыз. Оның үшін арнайы қаржыландыру қарастырылған. Бүгінде ауыл шаруашылығы саласындағы ауқымды жобалардың басым бөлігі Алматы облысында шоғырланған. Соның бірі әлемге әйгілі PepsiCo компаниясының картопты терең өңдейтін зауыты. Кәсіпорын күзде іске қосылады деп жоспарланған. Оның қуаттылығы жылына 70 000 тоннаға дейін дайын өнім шығаруға қауқарлы. Осылайша 900-ге жуық жергілікті тұрғын тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Ал Қонаев қаласының Қарлығаш шағын ауданында ірімшік зауыты салынбақ. Бұл өндіріс тағы 400 адамға жұмыс тауып береді. Нысан 2027 жыл ашылады деп күтілуде. Сондай-ақ зауыт жанынан қаптама материалдарын шығаратын қосымша кешенде бой көтермек. Инвестиция құны жалпы 35 миллиардтың шамамен құрайды. Бұған шикізатты алғашқы этапта көрші елдерден және жергілікті фермерлерден аламыз. Қуаттығына толықтай шыққан кезде 27-28 жылдың аяғында барлық шикізат өнімдерін осы жергілікті фермерлерден аламыз деп жоспарлап отырмыз. Жұмыс тобы бұл сапарда егістік жерлерді қорғау мәселесінде айналып өтпеді. Қазір аймақта шегірткеге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары да қызу үстінде. Биыл облыс бойынша 1 800 000 гектардан астам алқапқа мұқият фитосанитарлық бақылау жүргізіледі. Қазір тұрақ түрде жұмыстар жүргізіп жатыр. Облыста қазір бүгінгі күнге 153.963-тің 15 000-нан астам гектар жерге өңдеу жұмыстары жүргізілді. Саяқ шегірткеге айтатын болсам, бізде облыста 27 сәуірден бастап өңдеу басталды. Ал жаңағы үйірлі шегірткелерге 7 мамырдан басталды. Қорыта келгенде өңірде өнімділікті арттыру бағытындағы жұмыс жүйелі. Тіпті жергілікті шаруалар қазірдің өзінде ылғал сақтаудың заманауи технологияларын жаппай қолдана бастаған. Атқарылып жатқан ауқымды істерге куә болған вице-министр облыстың агро әлеуетіне жоғары баға беріп, мемлекет тарапынан қолдау жалғасатынын жеткізді. Дастан Маратұлы, Бекжан Кенжебай, Қонаев медиа.